Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауаның маңызы қандай? Сенің білетінің адам тіршілігі үшін ауаның маңызы. Сенің меңгеретінің ауаның түрлі салада қолданылуын анықтау. Ауаның жер бетіндегі тіршілік үшін маңызы зор. Барлық тірі ағза ауамен тыныс алады. Ауа құрамындағы газдар фотосинтез үдерісіне қатысатынын білесің. Ауаның қасиеттерімен таныссың. Соның бірі жылуды нашар өткізетіні. Жылы киім тігу, жылу сақтайтын құрылыс материалдары, өсімдіктерді суықтан қорғау жұмыстары ауаның осы қасиетіне негізделеді. Ауаны осы қасиетіне байланысты мысалды көп келтіруге болады. Ауаның құрамындағы оттек жануды қолдайтын газ. Сондықтан от жану үшін ауаны қолданады. Ауаның бұл қасиетін қарапайым от жағудан бастап, отын жағумен байланысты барлық өндіріс салалары қолданады. Көмір, мұнай немесе табиғи газбен жұмыс істейтін электр және жылу электр станциялары отынды жағу үшін атмосфералық оттек пайдаланады. Автокөлік те оттек тұтынушы. Оның қозғалтқышы оттектің арқасында жұмыс істейді. Таза оттекті өндіру үшін электр энергиясының үлкен мөлшері қажет. Оны өндіру ауаның құрамындағы оттек тұтынумен де байланысты. Металлургия және химия өнеркәсібінде таза оттекті қолданады. Оны негізінен шойыннан және металдан болат алуға жұмсайды. Машина жасауда, құрылыста оттек металдарды дәнекерлеуге және кесуге қолданылады. Жер атмосферасынан тыс жерде адам өзімен бірге оттек қорын алып жүреді. Сүңгуір қайықтарда, авиацияда, ғарыш аппараттарында, биік таулар шыңында шыққанда оттек қажет. Өрт сөндірушілер түтінді және улы атмосферамен жиі бетпе-бет келгендіктен, олардың киімінде тыныс алу үшін оттек көздері болады. Альпинистер, ғарышкерлер, сүңгуірлер оттек пайдаланады. Медицинада адамның тыныс алуы қиындағанда оттек жастықшасын пайдаланады. Ауаны қыздырғанда оның көлемі ұлғаяды. Ал жылы ауаның жоғары көтерілетін білесің. Әуе шарын ұшыру үшін ауаның осы қасиетін пайдаланады. Ұшақтың әуеде ұшуына ауаның тығыздығын пайдаланады. Осы тәрізді мысалдарды көптеп келтіруге болады. Мысалы, парашют, планер спортын алуға болады. Ауа судан жеңіл, сондықтан оның бұл ерекшелігін құтқару құралдары мен кеме жасауда қолданады. Ауаның қозғалуын адам ежелден бері түрлі мақсатта пайдаланып келеді. Қазіргі кезде энергия өндіруге пайдалана бастады. Ауаны күнделікті өмірде жиі пайдаланады. Шұңқырды жөндеуге дайындау үшін оны жоғары жылдамдықтағы ауа ағынымен үрлейді. Пневматикалық балғада сығымдалған ауа екпіні күшті болғандықтан балға жерге қатты кіреді. Стоп-кран не үшін керек екенін білесің бе? Ол ашылғанда пойыздың тежегіш желісінен ауа шығады. Бұл пойыз тежегіштерін іске қосады. Оны орынсыз іске қосуға болмайды. Енді тапсырманы орындайық. Қай денелерді жасағанда ауаның сығылу және серпімділік қасиетін пайдаланған? Енді өзіңді тексер. Ойыншықтардың, доп, велосипед шинасының ішіне ауа сығылды. Оларды енді қолдану жеңіл әрі ыңғайлы. Суреттерге назар аудар. Ауаның қатысуымен болатын үдерістерді анықта. Тыныс алу, шіру, таттану, ашу, жану үдерістері ауаның қатысуымен жүреді. Темір ашық ауада тұрса, сыртқы ортаның әсерінен таттанады, өзінің қасиетін жоғалтып бүлінеді. Шіру, ашу тәрізді тіршілік үшін маңызды үдерістер ауаның қатысуымен жүреді. Енді сабағымызды қорытындылайық. Адам тіршілігі үшін ауаның маңызын білдің. Ауаның түрлі салада қолданылуын анықтадың.